мына ағамды көрдіңдер ма барлықтарың? Жаным, жүрегім, тірің құрсын. Осы еркек жаттап алыңдар, қыздар түрлері. Білмеймін, қатыны бар ма, оның бала-шағасына Құдай біледі. Құдай өзі кешірсін, короче. Бірақ мынандай тема. Бүйтеді бұл ағаң. Қыздар конкретно сіздер қарындастарым повод берсіңдер, мешітке бар повод. Ойлаңдаршы, енді хиджабтағы әйелдер мешітке бара алмайды. Не болды? Что за джабаизм? Бізге Қазақстан бұл зайырлы мемлекет, тупойларына, фанатизмдарына, дінге қатты беріліп кеткендер. Алло, тыңдарында ваххабистар ма, қайсың бар? Тыңдашы, жандарым. Қазақстан сендерге Афганистан емес. Вы здесь не можете андай өздерінің правилаларын балақтарыңды кесіп, мынандай сақал өсіріп, андай бірдеңе сырдеңе бүйту керек, альхамдулилля бүйту керек, иншалла бүйту керек. Қойыңдаршы, пожалуйста. Қазақсыңдар ғой, Құдай қаласа, Құдай бұйырса, Құдай соны қаласын деп сөйлесеңдерші. Араб құлдарға беріп кеткенсіңдер. Сендерге не ма бұл? Вообще тупизм ғой сендер, кішкене. Алло, ойланбайсыңдар ма? Негізі дінге қатты не үшін адамдар береді? Андай дінге қатты жақын адамдар бар ғой. Өте бір деградацияны страдать етіп, бір дамымай жүрген адамдар бар ғой. Көздері ашық емес, көкіректер ояу емес, жұмылып қалған қараңғы адамдар. Солардың бәріне сондай фанатизм болып кетеді дінге негізі. Мысалы, мына жігіт бүйтеді. Сендер өздерің повод бересіңдер, мешітке барып намаз оқып дейді. Сонда хиджабтағы әйелдер намаз оқи алмай ма мешітке барып? Может, жұма намазға барғылар келетін шығар мешітке олар. Что за фигня? Білген істесін, это Қазақстан, саған бұл жақта ешкім не көрінді? Қыз бүйтіп саған бүйтіп қарап тұрса, но қандай сорлы тұр, страшно екен деп қарап тұрса, она меня хочет, я должен ее изнасиловать дейсің ба сонда? Ты что, гонишь? Ты что, ненормальный, что ли? Оқы, дамы, Европаға барып кел бар, Таиландқа бар, демалып кел бар, шетелге шық, көзіңді аш. Миларың ақ біткен ғой сендердің Афганистанның дінімен. Не көрінді ваххабистер құстап? Не болды? Отырма онда тиктокта. Тиктокты кім шығарған білесіңдер ма? Қытайлықтар шығарып жатыр вообще. Онда отырмаңдар сендер, андай прям қатты дінге берілетін болсаңдар. Намаздарыңды оқи ма? Әр адам өз үшін оқиды. Құдайға сенесіңдер ма? Әркім өз үшін сенеді. Өз үшін оқып, өз үшін сенеді, өз үшін мешітке барады. Біреуге барып, сен бүйтіп жүрсің конкретно, сен бүйтіп жүрсің деген учить етпеңдер. Әр адам өзінің өмірін өзі жасайды. Бұл сендерге Афганистан емес, Иран, Ирак емес, барып сояққа барыңдар да өздерінің ережелеріңді қойыңдар. Қазақстанда ондайды қоюшы болмаңдар. Эммануэла деген қыз бар ғой, хиджабтағы, которая яғни мешітпен, короче, бір проблемалар болып еді, короче, қызға тиісіп, ай-май, сонымен өңкей обиженный. Араб құл деп қазір айтсам ренжіп қалмаңыздар. Ол дейтін, ол бәрін айтылып жатқан жоқ. Андай именно прям қатты беріліп кеткен Иран, Ирак, Афганистан сияқты жүрген байқұстар бар ғой, бүйтіп өзінің шектеулерімен бүйтіп, ема қыз көзін көтеріп қалды, мен қосып кеттім, қыз көзін маған қарады, қосып кеттім дейтін еркектер сияқты еркектер ғой енді олар. Короче, андай бір еркек сақалды такой бітеді. Уцепуце, мой маленький обиженный, мой мальчуганчик такой, обиженный на женщина. Қыздардың түрлерін жаттап алдар, сондай еркектерін, Құдай сақтасын, сондай еркектерін бітеді. Өздерің повод беріп конкретно бірдеңе дейді. Эй, жандарым, еркегің бар ма, әйелің бар ма, мына қатты прям қатты фанатизммен, дінге бар ғой, фанатизммен беріліп кеткен адамдар мен сендерге айтайын конкретно. Мен діншіл адамдар көп көреді шығар, возможно, бірақ мына қатты дінге беріліп кетіп, Афганистандағыдай прям қыз көзін маған қарады, либо қыз қолын көтерді, мен қос кеттім, қыз маған повод берді, қыз қолын көтерді дейтін еркектерге айтайыншы, жандарым, не көрінді? Не болды? Не істерсіңдер, паймайттар Қазақстанда? Кет бар. Афганистанға бар, сояқта өңкшең сондайлар жүр. Барыңдар сояқта. Тикток жоқ, дым жоқ ояқта дейтін, шабыр жүр ояқта. Не істеп жүргенден өздері түсінбейді, бірақ бірдеңе істеп жүр әйтеуір. Не істеп жүр өздері түсінбейді. Мына жаққа келіп өздерің ана тупойский бір нелеріңді, правилаларыңды тықпаңдар, айналайдар. Намаз оқисыңдар ма конкретно, өздерің үшін оқыңдар. Оны барып біреуге навязывать етіп, сен намаз оқы конкретно, сен дұрыс емес өмір сүріп жатсың конкретно, сен дұрыстап өмір сүр конкретно деген әңгіме қойыңдар. Сосын дінде, өздеріңіз дінді дұрыстап зерттейтін болсаңыздар, Қазақстанда вообще ислам дінде негізі әркім өз білгенін істейді деген нәрсе бар негізі. Намаз оқисың ба, сен өзің үшін оқисың. Оны ваххабист болып, балақтар мына жаққа дейін қысқартып алып, мына жаққа дейін сақал өсірмеген біздің қазақтар ешқашан. Нормально, опрятный болып жүретін, ақсақалдар ғана сақал өсіреді. Жап-жас болып, мына жаққа дейін ешектің құйрығы құсап
өсіресіңдер жүресіңдер, вахабистер ұқсап. Не көрінді? Не болды? Мына миларың ағып кеткен ғой сендер су болып. Миларыңды, суларыңды пропивать етіңдер де құлақтан шығар судың бәрін. Дамыңдар, айналайындар. Мына көп араб құлдарына Афганистанға қарап улайтын жындылар бар ғой. Мына миларыңды дамытсаңдар, не қарап жүрсіңдер сендер? Кәдімгі обиженныйлар шығады, ренжімеңдер, айналайындар. Шындық осы, өздерің дамымайсыңдар, тупой болып қаласыңдар. Сол үшін осындай нәрселер істейсіңдер, айтасыңдар. Мынау ұстаз ба, кім мына кісі, кім өзі мен білмеймін, бірақ осы қызда шикілік бар, анау бар, мынау бар, жаңағы мешіттің ішіндегі ремонтты көрсетіп келе жатып, келісіп алған лайк үшін, подписчик үшін неге қашып кетпейді деп айтып жатыр да. Не үшін біздің ел аман, жұрт тынышта, мешіттің ішінде бір еркек көрсек неге қашу керекпіз, қыздар? Біз не үшін ондай өмір сүру керекпіз? Не үшін барлық жерде қыздарды виноват қылып шығарады? Бұлай дұрыс емес қой. Мен түсінбеймін. Қашанда бір қыз баланы бір қорғайтын осы елдің ер азаматтары қайдасыздар сіздер? Мен түсінбеймін вообще. Барып алып, мына қыздың жаңа видеосын көріп шықтым да мен. Барып ана қызды кінәлі қылып шығарып жатыр. Ана қыз неге қашып кетпейді? Ана қыз неге бүйтпейді? Ана қыз неге қашып кету керек, а? Ана қыз қашып кетпеу керек, спокойно өмірін сүру керек. Мешітке барғысы келді ма, бару керек, болды. Мешітке енді бүйтіп шығыпты, короче. Мешіт деген ер адамдардікі, әйел адам үйде отыру керек деп. Не үшін мен барғым келсе барам да мешітке? Жанның тыныштығы үшін, қайтыс болған әкеңе Құран оқыту үшін, жаңа бір өзің бір кіріп шыққың келген үшін, Алланың үйі болғаны үшін, ол жерде заңмен де, дінмен де әйел адам мешітке бармасын деген сөз жоқ қой. Онда не үшін ол бармау керек? Ана наглый адам көрініп тұрған, ер адам, наглый адам, сен телефоныңды алып түсірсең де, оны сен маған не қыласың деп ойлап тұрды. Ол жаңағы осы заманғы интернеттің күшін түсініп тұрған жоқ, былай қарасаңыз. Оның рекке шығып кететіні, айқай-шу болып кететіні, ертең оның полицияға сүйрейтінін ол ер адам сол кезде бағамдаған жоқ. Ол маған не қыласың деп тұрды, наглить етіп ана жерде. Ер азаматтар, кім болса да, мистерге айтайын, қоя қою керек та, барлық нәрсеге әйел айландырып келіп, әйел адамның кінәлауды қою керек. Мешітке кір келтірді, жаңағы ер адамдарға кір келтірді. Сіздер соны айтыңыздар. Да әркімге көз қысып, әркіммен танысқысы келіп, әркімге аузына келгенін айтуды ер адамдар бірінші қою керек. Мен сіздерге айтайын. Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді. Бұл жерде қазан кім? Бұл жерде ер адам болып тұр да. Алып тұр, өзінің қайдағы жоқ нәпсісінен тия алмай, көшедегі қызға әңгіме айтып тұр. Ана қызы орамалда болғаннан кейін, мен ойлаймын, ана жігіт дұрыс ағым емес деп ойлаймын. Баяғы жаңағы екінші-үшінші әйел болып, бір реттік неке қиыла береді, сондайға келсе береді, әйтеуір мен көзімді қыссам болды деген бір еркектік ана жерде бір сасық кеуде ана жерде пісіп тұрған. Ондайда әйел адамды кінәлі қылуды баршылық жерде қою керек. Не сұмдық мынау? Не болды деймін да, ұстаздар Аллаға қарсы шығып жатқандай да. Алланың қалауымен кешегі блогер қыз арқылы мешіттегі жағдай, мешіттегі жаңағы кісінің зұлымдығы, әділетсіздігі, іс-әрекеті әшкереленіп, ашылып шығып жатыр. Адамдарға көрсетіліп жатыр. Алланың қалауымен басқа қыздарға да мына кісіден абай болыңдар деп бет бейнесін Аллах тағала көрсетіп қойды. И тут мынандай реальностьпен қарап, нақты факттармен жұмыс жасап, сонымен күресудің орнына ұстаздарымыз өкінішке орай қызды кінәлап әлек, сонымен соны бір арнаға салғысы келіп күресіп әлек та, өкінішті. Сонда ойлайсың, сендер Құдайдың ашып беріп тұрған нәрсесіне Құдайға қарсы шығып тұрсыңдар ма?